Шоу-бизнес өкілдерінде күнде думан, күнде той. Осы аптада әншілер қалай көңіл көтерді? Депутат боламын деп қол жеткізе алмаған әнші Қайрат Нұртас өкінеме? Мен еш нәрсеге өкінбеймін, өйткені барлығы бір Алланың қалауымен. Ал жақында Қайрат вице-министр болып тағайындалды деген сөз рас па? Бұған әншінің анасы не дейді? Мен соны жаңа ғана естім. Ал талай жігіттің арманын айналған қобызшы Ақерке Тәжібаева Ақтөбеге ұзатылды. Әнші Қайрат Нұртас мәдениет және спорт вице-министрі атанды деп сайттарда жарияланған мына бір мақала ешкімді бейжай қалдырмады. Әрине бізді де кештердің бірінде төбе көрсеткен Қайраттың анасын да, әкесін де осы туралы сөзге тартқан едік. Ол жағынан хабарсыз, білмеймін. Мен де білмеймін. Халықтан шыққан әңгіме екенін біз еш нәрсе білмейміз. Мүмкін өткенде спорт жағына қатысып, мүмкін біреу бірдеңе айтты ма, мүмкін бірдеңе берді ме, білмейміз. Қайраттың бүгінде атақтылығы сонша, бірде-бір күні бос емес екен. Бір жақылар демалайын десе Қайратта 2-3 ай бұрын демалыс күндері толып қалады. Аш етінде бір 4-5 күн аш болса, ол кезде ешқайда өгірмейді. Соға Дубайға 4 сағат демалайын десе, 5 күнде не ұшып, не демалып. Сондықтан да бізде 2 айға кетіп қалып еді қайта-қайта. Тіпті халық соңғы уақытта Қайраттың танымалдылығын, киім киесін, дауыс ырғағын әнші Төреғали Төрәлімен салыстыра бастаған. Қайсысы мықты, қайсысы өтімдірек деп дауысқа да салған. Продюсері әрі анасы Гүлзира ханымның бұл бәсекелестікке өз айтары бар. Арасында үлкен сыйластық бар. Қайрат мысалға оларды өкшелес інілерім деп ойлайды. Ылғи да көмегін береді, концерттеріне қатысып, жандарына алып жүріп, үйретіп, ең сол екеуін шақыстырып. Ол да мүмкін, ал осы аптада Қайраттың туған бөлесі шетелді жиі аралайтын қобызшы Ақерке Тәжібаева ұзату тойын қымбат мейрамханалардың бірінде Алматыда тойлады. Қобызшының таңдауы Есенжол есімді заңгер жігітке түсіпті. Заңгер оқуын бітірген болатын және мастер шетелде. Сол қазір Астанада. Аллах жазса, бізді менің өнерімді Астанада көріп жатасыздар. Ақерке алғаш рет сүйіктісімен Америкада танысыпты. Шынын айтамын деп сырын айтты өнер иесі. Басқа жігіттер сияқты біріншіден қорқақтады. Себебі өзім қобызшымын, жиі шетел аралаймын. Бұл қандай келін болады екен деген кәдімгідей күдіктер болады ғой. Бірақ танып біліп, отбасымен араласқаннан кейін, енді мен өзім оңтүстік қыз болғаннан кейін қарапайым біз. Тойды қос тілде екі бірде асаба басқарды. Қобызшы қыздың келіндік қызметін оп-оңай атқарып кететіне әріптестерімен қатар туысқандар да сенеді. Ақеркенің қуанышымен бөлісуге асыға жеткен әншілер қатарында Бақыт Шадаева, Сиви Махмуди, Саламат, Домино тобы бар. Үлкен бақыт тілеймін. Содай сіңіп тастайбат деген қазақтың тілегі бар. Соны мен міндетті түрде тілеймін. Ал Ақеркенің өзі болса, анасы үйреткен ет асу, кеспе кесу сынды өзге де тағам түрлерін әзірлеуде алдына жан салмайтынын жеткізді. Оның үстіне оңтүстіктің қыз емес пе? Көбінде бірінші сорпаларды өте жақсы көрем. Сорпа, өте қатты тұшпаран жақсы көрем. Ол да білет мен тағамды, мен де оның. Шоу-бизнес өкілдерінің басын қосқан тағы бір кеш, ол Ділназ Ахмадиеваның ән жинағының тұсаукесер рәсімі. Ағылшынша әндерін топтастырған әнші бұл альбомды 10 жылдай дайындапты. Тұсаукесер рәсімін шағын концерт беріп атап өтті. Әншінің өнердегі әріптестері түгел осы жиында. Әнші Мақпал Исабекова өзінің өнердегі әріптесі әрі құрбысы Ділназға еліктейтінін жасырмайды. Өте ұқсаспыз. Ішкі дүниеміз өте ұқсас. Алдын ала естіп қойғам. Бүгін емес, бірінші рет емес, жаңа студияда жазып жүрген кезінде де естіп жүрген әндеріміз. Жұлдыздардың құпиясы, жеке өмірі және олардың арасындағы елді елең еткізерлік оқиғаларды Жұлдыздар жарқырайды жобасы қалт жібермеуге тырысады. Келесі аптада жұлдыздардың концерттерінен қызықты оқиғаларын дәл сіздермен бөлісетін боламыз. Күте жүріңіздер.